Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге CapCut приложениясын қалай пайдалану керек екенін көрсетемін. CapCut приложениясын Play Market немесе осылай App Store'дан скачать етіп аламыз. Поискқа жазамыз CapCut деп. Samsung телефондарына Play Market, iPhone телефондарына App Store. Міне дәл осы CapCut'та біз скачать етіп аламыз, загрузитеміз телефонға. Осылай соңына дейін загрузитіліп болғанша қарап отырыңыздар. Міне бізде загрузитілді. Енді Open деген басып кіреміз. Бізде CapCut приложениясы тартылды. Осылай разрешить береміз, согласие береміз. Сонымен болды, бізде CapCut тартылды. Енді CapCutпен қалай жұмыс істеу керек екенін көрсетемін. Осы новый проект басасыз, разрешение бересіз, чтобы сіздің галереяңыздағы фото, видеолардан сіз видео жасай аласыз. Сол үшін разрешение беруіңіз керек. Галереяңыздағы суреттердің өзіңіз қалаған сурет немесе видеоларды осылай белгілеп аласыздар. Ретімен бірінші, екінші деп. Содан кейін дален басамыз. Міне осындай видеоларды сохранить етіп алдым. Енді соңындағы CapCut деген видеоны удалить етіп тастайсыздар. Сосын ана жоғарыда CapCut деген жазу тұрады. Оны оңға, солға немесе төмен, жоғарыға қою өзіңіз еркіңізде. Мен осы сол жақ төмен жаққа қойып қойдым, қатты білінбесін деп. Енді видеоларды осылай изменить деген бассаңыздар, өзінің инструменттері шығады. Например, осы жерден скоростін азайтып немесе көбейтсеңіздер болады. 2-ге бөлсеңіздер болады видеоны. Осылай келесі видеоға ауысатын екеуі біріккен жерін әдемі етіп анимация берсеңіздер болады. Келесі видеоға әдемі болып переход жасайтын жері. Осындай әртүрлі өзінің түрлері бар. Кез келген пайдаланасыздар, бірақ платный түрін пайдалана алмайсыздар, оны сатып алу керек. Осы изменить деген бассаңыздар, әртүрлі инструменттер шығады. Кез келген пайдаланып көре берсеңіздер болады. Осы видеоға эффект берсеңіздер болады. Осы платный емес түрлерін пайдаланып, мына жақта бриллиант, көк бриллиант тұрғандар сіздер пайдалана алмайсыздар, олар платный. Тренде деген эффект таңдайтын болсақ, бізде бұл жерде барлығы платный екен. Міне көріп тұрғандарыңыздар, біз ешқайсысын пайдалана алмаймыз. Бұл жерден шығып кетеміз сосын. Кез келген инструменттерді пайдалана берсеңіздер болады. Барлығы осы жерде бар және өте ыңғайлы осы CapCut приложениясы. Сосын текст жазатын болсаңыздар, астында Т деген белгі тұр, сол текст деген крестер добавить текст деп бассаңыздар, осы жерге кез келген сөзді, реклама болсын, видеоңыз болсын, видеоның тексті болсын, осыны жаза берсеңіздер болады. Осы жерде шаблондар бар, шрифтарын ауыстырсаңыздар болады. Мына жақтан стилін ауыстырсаңыздар болады. Өте ыңғайлы және өте әдемі стильдер бар. Осылай міне түсі өзгереді, фоны өзгереді деген сияқты эффекттер де бар. Осылай дайын эффект ауыстырып жүрмейді, осыған қойсаңыздар ыңғайлы. Осылай эффекттерді пайдаланып болғаннан кейін анимация жасасаңыздар болады. Анимацияны көбіне той хат, шақыру хаттар жасаған кезде көп пайдалануға болады, көмегі жақсы тиеді. Міне осылай солдан оңға қарай текст жазылып тұрады. Осылай жасасаңыздар болады. Міне біздің видеомыз осындай болды. Переходы бар, тексті бар. Сізде дәл осындай жасасаңыздар болады. Мұнда стикер. Одан кейін видеоның үстіне фото, видео қосатын болсаңыздар, осы жерде наложение деген бар. Наложение деген басып, фото, видео қоссаңыздар болады. Мен жай ғана видеоға түсінікті болу үшін осылай кез келген фотоны қойдым. YouTube-та көбіне пайдаланатындар осылай астына каналға тіркеліп, комментарий жаз, қоңырауша белгісін басып кет деп.
осылай астына наложение арқылы қоюға болады. Одан кейін осылай видео фотоларды өзгертетін фильтрлер бар. CapCut'та бұрын көбісі тегін тұғын, қазір көбісі платный түрге ауысып кетіпті. Ақшалай түріне CapCut Pro деген татып алсаңыздар, барлық түрін пайдалана аласыздар. Бірақ жай ғана былай пайдалана беруге болады. Енді қандай инструменттер бар көрейік. Мұнда мен сіздерге барынша барлығын таныстыруға тырысып жатырмын. Егер видеоны тоқтатып қойғыларыңыз келсе, бұл наоборот жағынан видеоны оң жақтан сол жаққа қарай қимылдап жатқан видеоны наоборотынан осылай перемотка жасасаңыздар болады. Міне, видеомыз артқа қарай жылжып жатыр. Одан кейін тағы да изменить басамыз видеоны. Тағы да қандай инструменттері бар көрсетейін. Мұнда голосовой фильтры дейді. Бұл бізге аса қатты қажет емес. Өз даусыңызбен жазсаңыз қайта естественно болады. Ал мұны зависанияны видеоны тоқтатып қойғыңыз келсе, осылай зависанияны басып қойсаңыздар болады. Готово деп галереяға сохранить етіп аламыз видеоны. Біздің видеомыз осылай дайын болады.